Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге жүзімнің пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Жүзімнің пайдасы. Жүзім өсіру біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта басталған. Көп өсірілетін аймағы негізінен Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 000 түрі кездеседі. Піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,16 миллиграмм темір, аз-аздан болса да су, басқа да элементтер, түрлі дәрумендер кездеседі. 100 граммында 60 калория бар. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы. Калория тұрғысынан 1 келі жүзім, 1,1 грамм сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан және 1,12 грамм картопқа тең деп саналады. Бұған қоса емдік қасиеті бар. Амин қышқылы, А және В дәрумені, B1, B2, калий, магний, кальций, силиций, иод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтер де жүзімнің құрамында кездеседі. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Шырындағы биофлавоноидтары арқылы С дәруменінің белсенділігін арттырады. Жүзімнің қасиетінің Құранда айтылуы да тегін болмаса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеуі және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Тіпті барлық тіршілік иелерінде 20 шақты амин қышқылдары кездесетіндігін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орнын ұғына түскен дейміз. Қоректің ыдырауы нәтижесінде пайда болған немесе темекі, ішімдік, ауаның ластығы секілді зиянды қалдықтар капилляр тамырлардың қабырғаларын зақымдайды. Мұндай зақымдануға қарсы жүзімде кездесетін кейбір күшті антиоксиданттар төменгі тығыздықтан зиянды липопротеиндердің LDL капиллялар тамырларына түзілуіне бөгет келтіретін қасиетке ие. Осы тақырыпқа қатысты бір зерттеуде ірілеу қара жүзімнен жасалған жеміс шырыны берілген кісілерде LDL холестеролдың тотығуға ұшырамағандығы анықталған. Зерттеушілер егер көп уақыт ішілсе, жүзім шырынының LDL-ге деген әсерінің анағұрлым көбірек болатындығын аңғарған. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр аурулары, анемия делінетін қан азаюды емдеуде көп қолданылумен қатар, құрамындағы жеміс қышқылдары тартарик, малик, сукциник, фумарик, пирувик, гликолик қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне де көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруында күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болатындықтан оның калориясы өте жоғары, әрі темір мен кальцийге өте бай.